Бір әйел сыйлығын алып шетелдегі жігітінің үйіне жасырын келді. Ол оған тосынсый жасағысы келген, бірақ есіктен кіре салысымен жүзі өзгерді. Ол еден бойымен жүріп, сыртқа шыққанда бассейндегі тартымды арудың күн сәулесінен ләззат алып жатқанын көрді. Осы көріністен кейін әйел кеше түнде не болғанын бірден түсінді. Көз жасы төгіліп, бір сәтке де кідірместен вилладан жүгіріп шықты. Бірақ өзінің өмірлік махаббатын дәл осы жерде жолықтыратынын білмеді. Ол жүргізушіні тоқтатып 50 қабатты қонақ үйдің төбесіне шығуды ойлады. Ол қонақ үйге кіріп келе жатып бай жігітке соқтығысып қалды. Кешірім сұрауға үлгерместен, ойы мүлде басқа жақта еді. Лифт күймелерін басқанымен олар істемеді. Қызметші қонақ үй тұрғындары ғана лифтті пайдалана алатынын айтты. Әйел бөлме брондамағанын түсініп, бай жігіттің жерге түсірген бөлме нөмірін байқап, өзін 1026 нөмірлі бөлменің тұрғыны ретінде таныстырды. Қызметші карта арқылы лифтті іске қосқан соң, әйел ең жоғарғы қабатты басты. Бай жігіт әйелдің неге оның бөлме нөмірін атағанына таңғалып, соңынан ерді. Жігіт бөлмесіне кірмекші болғанда, кейін бассейн жоғарыда емес екенін, әйелдің жүзіне мұң ұялағанын түсініп, артынан баруды ұйғарды. Әйел қонақ үйдің шатырына шығып, өмірімен қош айтыспақ болды. Соңғы сәтте жігіт оны ұстап үлгерді. Жақынырақ қараса, өте сымбатты екен. Ол әйелді ауруханаға апарып, басын тексерткісі келді, бірақ әйел кетуге асықты. Жігіт оның жаман қадамға бармау үшін уақыт созуға тырысты. Алайда ол қателесті. Дәрігерге әйелдің психикалық жағдайы дұрыс емес екенін айтып, арнайы қызметкерлерді шақыруды сұрады. Әйел өзіне ештеңе болмағанын түсіндіруге тырысты, бірақ ешкім тыңдамады. Қашуға әрекеттенді, бірақ бұл оны шынымен есі дұрыс емес адам етіп көрсетіп, мамандар оны ұстап, тыныштандыратын дәрі екті. Әйел есін жиғанда бай жігіттің 1026 нөмірлі бөлмесінде жатқанын көрді. Жігіт кешірім сұрауға үлгерместен, әйел ашуланып, өзіңе керексіз іспен айналыспай-ақ қой, деп айқайлады. Чемоданын алып, үйіне қайтқысы келді. Бірақ тағдыр басқа жоспар дайындап қойған еді. Қонақ үйдің қабылдау бөліміне барып, такси шақыруды сұрады. Қарбалас уақыт болғандықтан, көлік жарты сағаттан кейін ғана келетінін айтты. Бай жігіт оны әуежайға жеткізуді ұсынды. Әйел шарасыз келісті. Олар 2 күн ғана таныс болса да, жігіт қоштасқысы келмеді. Әйел қауіпсіздік тексерісінен өту кезінде оның чемоданынан сұйықтық табылды. Егер бұл бомба болса, әлдеқашан жарылатын еді деп әзілдегені сол еді. Айналасындағылар дүрбелеңге түсті. Қауіпсіздік қызметкерлері оны дереу ұстап, жағдайды анықтағанша ұстап тұрды. Бәрі түсіндірілгенде, оның ұшағы әлдеқашан әуеге көтерілген еді. Бірақ әйелдің жолы болды. Бай жігіт әлі де тұрған жерінде аңтарылып, соңғы 2 күндегі оқиғаларды ой елегінен өткізіп тұрды. Тағдыр оны қолдайтын секілді. Ол әйелге жергілікті ең танымал жағажайға баруды ұсынды. Әйел оған келісуге мәжбүр болды. Олар таңнан кешке дейін серуендеп, бір-біріне өмірлері туралы айтты. Осы сәтте таныс әуен ойнап, олар қол ұстасып билей бастады. Кейін теңіз суымен ойнап, көңіл көтерді. Байқамастан әйел жігіттің құшағына еніп кетті. Оның алданып қалғанын білген соң, бай жігіт оны жылы сөздермен жұбатты. Атмосфера сондай романтикалық болды. Екеуі жақындай түсті. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Келесі күні әйелдің жігіті қонақ үйге келді. Неге маған қоңырау шалған жоқсың? Мен ата-анаңнан ғана сенің мені іздеп келгеніңді білдім, деді ол. Кейін бар болғаны түсініспеушілік болғанын, бассейндегі қыз досының сүйіктісі екенін, ал әйел келген кезде олар үйде қонақтап жатқанын түсіндірді. Барлығы айқын болғанымен әйел өткен түні бай жігітпен жақындыққа барғаны үшін өзін кінәлі сезінді. Ол кешірім сұрамақ болды, бірақ жігіті оны тоқтатып, кінәлі менмін, барлығын басынан бастайық деді. Екеуі бірге еліне оралып, үйлену тойына дайындала бастады. Дәл оның құда түсу рәсімі өтетін күні бай жігіт түрлі байланыстар арқылы оның мекен-жайын тауып, үйінің алдына келді. Ең таңғаларлығы, бай жігіт пен әйелдің болашақ күйеуі бір-біріне бауыр болып шықты. Оны көргенде әйел қатты таңданып, есін танып қалды. Рәсім аяқталғаннан кейін бай жігіт ағасынан әйелді алдамағанын сұрады. Алайда ағасы оған, бұл сенің шаруаң емес деп жауап берді. Әйел бұл екі жігіттің туыстық байланысын нақтылау үшін келесі күні күйеуінің үйіне барды. Келген бетте ол бай жігіттің анашым деп бір әйелге сөйлесіп жатқанын көріп, қатты таң қалды. Бірақ бұған сенгісі келмеді. Осындай сәйкестік болуы мүмкін емес деп ойлады. Сондықтан ол таксимен бай жігітті аңдып, оны бір кафеге дейін бақылады. Ол шындықты жігіттің өз аузынан естімейінше тоқтамайтынын түсінді. Ол күзетшіге бай жігітті шақыруды өтінді, бірақ бай жігіт әйелді танымайтынын айтып, оны кетіруді сұрады. Әйел бұл сөздерге сене алмай, кафенің артқы есігінен кіріп, жігіттен түсініктеме талап етті. Бизнесіне зиян келмесін деп алаңдаған бай жігіт күзетшілерге әйелді көтеріп алып кетуді бұйырды. Жобаны талқылап болған соң, әйел асықпай оның жанына келіп, енді менің кезегім деді. Сөйтсе, жігіт оны әдейі кездестірмеуге тырысқан, себебі ағасының бақытты некесін бұзғысы келмеген екен. Бірақ ол қателесіпті. Әйелдің бар ойы жігіттің ағасының алдында шетелде болған жайттарды қозғамауын сұрау еді. Дәл осы сәтте ағасы Окуда осында келіп қалып, жағдай одан әрі шиеленісе түсті. Інісі Озан аяқ астынан қызғаныш сезіміне беріліп, бір сылтаумен кетіп қалды. Олар кешкі отбасылық қонақасында бірге болды. Кешкі ас кезінде Озан мен әйелдің арасындағы сезім ұшқыны анық байқалды. Бірін-бірі қатты ұнатқандарымен бірге бола алмайтыны екеуіне де ауыр тиді. Бұл жанға батар сезім Озанды іштей жегідей жеді. Әйел әжетханаға кеткенде Озан артынан ере кіріп, араларындағы қарым-қатынасты бір жола тоқтатқысы келетінін айтты. Себебі ағасымен үйленген соң әйел олардың компаниясында жұмыс істемек. Ол болашақта қиындықтар туындамау үшін араларындағы әңгімені түбегейлі доғаруды ұсынды. Ал әйелдің жігіті болса, ол бір жағынан қалыңдығына адал адам кейпін көрсетсе, екінші жағынан басқа әйелдермен көңіл көтеріп жүрді. Әйел тұрмысқа шығуға дайындала бастады. Өз құпиясы ашылып қалмас үшін, Оку әйелді компаниясына жұмысқа шақырып, арнайы кабинет дайындады.
Тіпті жұмыс уақытында аяғын айқастырып, анасымен видео қоңырау арқылы сөйлесіп отырды. Бұл көріністі сырттан өтіп бара жатқан Озан байқап қалды. Мен осы компанияның иесі болсам да, сендей еркінсіп көрмеппін деп ашуланып, әйелдің кабинетіне кіріп келді. Әйел өз орнында заңды түрде отырғанын, Окуның рұқсатымен жұмыс істеп жатқанын түсіндірді. Бірақ Озан оған бірден жұмыстан кетуді бұйырды. Дәл осы сәтте Оку кіріп келіп, жағдайды реттеді. Ол әйелдің бәрібір отбасының мүшесі болатынын айтып, жұмысқа кірісуінің еш әбестігі жоқ екенін жеткізді. Озан әйелдің еңбексіз жалақы алуын жөн көрмеді. Ол әйелге өзімен бірге клиентпен келісімшартқа отыруға баруды тапсырды. Келіссөз кезінде әйел шарт жайлы мүлде сөз қозғамай, клиенттің жүрегіне әсер ететіндей әңгіме өрбітті. Соның арқасында тек келісімшартқа қол қойылып қана қоймай, клиент екеуі жақсы досқа айналды. Бұл жағдай Озанды таңғалдырды. Ол әйелді бұған дейін жай ғана бос сенделіп жүрген адам деп ойлаған еді. Енді оның қабілетіне күмәні сейілді. Оку бұл жетістікті атап өту үшін әйелге арнап салтанатты кеш ұйымдастырып, оның сол кештегі сұлулығын ерекше мақтады. Кенеттен келген бұл махаббат толқыны Озанды тұншықтырып жіберді. Өткендегі әдемі сәттер кино лентасындай көз алдынан өтті. Бірақ одан не пайда? Ол әйел енді оның жеңгесі болмақ. Бірақ келесі сәтте Озан кенеттен ақылға келіп, әйелге ағасынан да өз өмірінен де кетуін талап етті. Әйелді тек байлық үшін жасаған спектакль деп ойлады. Әйел жігітті шапалақпен бір ұрып өзінің ақша құмар екенін мойындады. Сосын жігітке ал енді қанағаттандың ба деді. Сол сәтте әйел бірден Окуға барып, сақинаны саусағына тақты да, мен бұдан ары күткім келмейді деп мәлімдеді. Олар неке уақытын жариялады. Алайда дәл сол сәтте асхана арбасын итеріп келе жатқан біреу байқамай Окуға соғылып, оны жерге құлатты. Ол аяғын ауыртып алады. Бірақ бұл жағдайда оны әдеттегі қылығынан тайдыра алмады. Ол тағы жас қызды құшағына алып отыр еді. Ал бұл кезде әйел оның халін сұрау үшін үйіне келе жатқан еді. Үй ішінде Оку есік сыртынан әлдекімнің келгенін сезіп, жанындағы қызға тығылуды бұйырды. Әйел есікті ашқанда Окуны тек жалғыз өзі арбада отырған күйде көрді. Неге маңдайыңнан суық тер бұрқ ете қалды? Деп сұрады ол күмәнмен. Оку сасқалақтап 500 рет денені жерден көтеру жаттығуын жасағанын айтып ақталды. Әйел оның сөзіне сеніп қалды. Ал төсектің астына тығылған қыз бұған жайлырақ қалыпта жатып алды да, тіпті Окуға құшақтауды сұрап белгі беріп қойды. Бұл көрініс Оку үшін үйреншікті ойынға айналған еді. Өйткені ол алғаш рет қыз жасырып отырған жоқ. Осы кезде әйел төсектің шетіне отырып, Окумен үйлену тойының дайындығын талқылай бастады. Төсектің астында жатқан қыздың әр қимылы Окудың үрейін күшейтті. Егер әйел басын бұрып қалса, бәрі ашылып қалма. Көрермен ретінде біздің жанымыз шығып кете жаздады. Әй, сен неге артыңа бір қарамайсың? Дегіміз келеді. Бірақ өкінішке қарай әйел ештеңе сезбеді. Ол өзін әшкерелеуге шақ қалған еді. Бірақ дәл осы сәтте Озан кіріп келіп, Окуға таза ауада серуендеп қайтуға ұсыныс жасады. Дәл уақытында келдің, бауырым, деп Оку дереу үйден шығып кетті. Осылайша ол уақытша аман қалды. Бірақ төсектің астындағы қыз ешқайда кетпеді. Керісінше, ол да олардың соңынан сыртқа қарай еріп шықты. Қыз қайта келіп әдейі сылаңдап қылық көрсете бастады. Оку өзін ұстай алмай, Озан мен әйелді асханаға жіберуге тырысты. Оларға салқын сусын дайындап әкелуді тапсырды. Әйел мен Озан асханада бос отырмады. Жүрегінде әйелге деген сезімі әлі де болса сөнбеген Озан оған суық сөздер айтып, қасақана алыстай түсті. Бірақ әйел ашуланып сен өз жөніңмен жүр деп жігітке қатты айқайлап жіберді. Осыдан кейін ол Окуға суық сусын апаруға кетіп қалды. Бірақ күтпеген жағдай орын алды. Әйелдің дауысын естіген Оку қатты шошып, кенеттен мүгедек арбасынан атып тұрып, бірден бассейнге секіріп кетті. Бұл оның назарды басқа жаққа аударып, төсектің астындағы қызға қашып кетуге мүмкіндік беруінің амалы еді. Енді Озан мен әйел көлікпен үйге қайтып бара жатқанда тағы бір сәтсіздікке тап болды. Көліктің дөңгелегі жарылып қалды. Қосалқы дөңгелек төменге домалап кетті. Мұнымен қоймай, бұл жерде байланыс сигналы да жоқ еді. Олар дөңгелекті таба алмады. Керісінше, олар орманда адасып кетті. Кенеттен алыстан қасқырлардың ұлуы естілді. Әйел қорқып кетіп, Озанның құшағына тығылды. Озан оны ыстық құшағына қысып, "Қорықпа, мен бармын", деп жұбатты.